Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздерге бір оқиға айтқым келеді. Сорлы басымай, бір қыздың етегін көтерем деп сорлап қалдым-ау. Бұл көрші подъезде тұратын жігіттің айтқаны. Темекі тартып, көлігімді шұқылап тұрған маған сәлем бере салып осылай деді. Не болды деп үлгермедім. Әңгімені асығыс-үсігіс өзі бастап кетті. Қазір заман қиын, ақша табу оңай емес. Бір айлыққа қараған күн құрысын. Мына пәтерді кредитке алғалы бері кредитін төлеу қиынға соқты. Ақыры әйеліміз екеуміз ақылдаса келіп, бос тұрған бір бөлмеге бір-екі квартирант қыз алмақ болдық. Ондағымыз табатын табысымыз кредитке кетсе де, қыздардың берген ақшасы шай пұлымызға жететін шығар деген үміт еді. Алғашында жас отбасын алсақ па деп ойлап едік. Бірақ олардың келіп кетер қонағы ертең бөпесі болады, үйіміздің опыр-топырын шығарады деп ойлай келе, бір бөлмеге 2 қыз алдық. Бар пәле содан басталды. 2 қыздың бірі байдан шыққан жас келіншек еді. Бір сыдырғы түрі сымбатты болған соң кейде көзіміз түсіп қалып жүрді. Оған да сол керек пе, әйелімнің көзін ала бере маған ішіп-жеп қарайды. Бір түрлі екен. Кейде әйелім үйде болмай, мен жалғыз қалсам, шай қойып мені бірге шай ішуге шақырып жүрді. Қазақтың тана көзін сүзбесе бұқа жібін үзбейді деген рас екен. Өзі сүйкеніп өліп жүрген келіншекті үйде ешкім жоқ кезде қолынан тартып өзіме икемдеп едім, қойныма кіріп кетті. Ары қарай түсінікті ғой енді. Еркек емеспін бе? Содан бастап үйде оңаша қалсақ, квартирант келіншекпен құшағым айқаса кетіп жүрді. Мұның соңы басыма бәле болып жабысарын білмеппін. Бірден жалаңаш құшақтасып жатқанымда ұялы телефоныма түсіріп алып едім, өшіруді ұмытып кетіппін. Содан кешке әйелім бір жерге хабарласайын деп телефонымды сұрап алған. Теледидар көріп кішкене қызымды құшақтап жатқан едім, әйелімнің жан дауысы шықты. Жүгіріп барғанмын. Әйелім еңіреп тұр, қолында менің телефоным. Мынау не дейді. Сонда барып суретті өшірмегенім есіме түсті. Телефонды жұлып алып, еденге бір ұрып тасталқанын шығардым. Басқа жол жоқ. Ана суреттегі біздің төсек құшақтап жатқан квартирант қыз ғой, деп әйелім тап берді. Әй, қайдағы мен, дұрыстап қарадың ба? Интернеттен көшіріп алған сурет қой, деп мен айқайға бастым. Басқа амал қалмады. Дәл сенсің, сені танымай не болды? Ақ төсегімді арамдадың, кет үйден, ана жезөкшемен бірге тұр. Оны да құртамын, деп әйелім айғайға басып жатыр. Ақыры үйден шығып кеттім. 2-3 күн әйелімнің ашуы басылсын деп достардың үйіне қонып жүрдім. Қайтып келсем, әйелім үйге кіргізер емес. Не істеймін? Басым қатты. Квартирантпен төсек болам деп сорлап қалдым. Мұның айтып зарланып тұрған көрші жігітке ештеңе айта алмадым. Не деймін? Нәпсіңе ие бола алмаған өзіңнен көр дегім келген. Бірақ айтпадым. Өйткені осыдан 1 жыл бұрын біз жұмысқа кеткенде баламды қарап жүрген қызды көңілдес етіп алдым деп бір бөсіп едім. Ендігісі мынау. Не айтуға болады? Білмедім.